ал оразадан ешқандай бір мақтаншақтық жоқ дейді. Өздеріңізге мешітке мұқтаж жандар келетін өз көмек сұрап ондай жағдайлар болатын шығар, көпшілігі дейміз ба, кейбіреу дейміз ба, кәсіп қылған. Өтті алдырып тастағаныма 4 ай болды. Ораза ұстасам бола ма деген сұрақ қойыпты оқырманымыз. Әжептәуір бір сыйлық күтесіз ғой енді. Иә. Аз қамтылған деген отбасылар келеді, біз соны тіркеп қоямыз мешітке. Кейбір адамдардың халіне қарап, кейде мыңда бір шығып, біреуден сұрау да бір оңай нәрсе емес. Садақа беріп жатырмыз негізінде. Енді қандай жолмен берсек, адамдар үйдегі мусордың бәрін алып келеді ғой. Ассалаумағалейкум, құрметті жақсылар, құрметті бір ауыз сөз подкастының көрермендері. Міне қасиетті Рамазан айда келіп жатыр. Сол қасиетті Рамазан айындағы бүгін біздің алғашқы қонағымыз Ар-Рахим мешітінің бас имамы Мақсұтхан ағамыз келіп отыр. Аға, қош келдіңіз. Қош көрдіңіз. Ассалаумағалейкум. Аға, енді бұл подкасттың басты мақсаты осы елге, дінге, осы қоғамға қызмет жасап жүрген, еңбек етіп жүрген азаматтарды елге кеңінен таныстыру. Сол өзіңізді мынау былай да таниды ғой, негізі кеңінен тағы танысақ, жалпы өзіңіз жайлы кішкене мағлұмат алсақ деп жатырмыз. Қайда дүниеге келгенсіз, қай ауылдың тумасысыз деген сияқты, осы жалпы кентаудықсыз ба, қайда білім алдыңыз, өзіңіз жайлы бір ауыз айтып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум. Алла разы болсын иншалла. Бүгін мынау подкастқа шақырып, осындай подкастқа шақырып отқандарыңыз Алла разы болсын. Алла бұл подкастты пайдалы подкасттардан қылуды Алла тағала нәсіп етсін иншалла. Өзім таныстырсам, осы Кентау қаласында Ашсай деген ауыл бар. Сол ауылдың тумасымын, Ашсайдың тумасымын. 1986 жылы дүниеге келгенмін сол ауылда. Сол ауылда 11-ді бітірдік, әскерге бардық. Содан кейін Шымкент қаласында Шымкент медресесі деген медресе бар. Сол медреседе оқыдық. Енді бар білім сондай өзі негізінде. Одан кейін осы діни қызметтеміз. Қазір 2013 жылдан бастап Ашсайда имам болдым. Одан кейін Шымкент қаласында Исамидин баба деген мешіт бар. Ол жерде наиб имам болдық. Орталық мешіттерде өздеріңіз білесіз. Былтыр 2 жыл болды осы Ар-Рахим мешітінің қазір имам болып тағайындалды иншалла. Рахмет көп. Жалпы негізі Ашсайдың тумасымын дедіңіз. Ашсайдың мешітінде болдыңыз ба? Ашсай мешітінде 1-2 жылдай имам болып істедім. Имам болдыңыз, Аға, осы мешіттен бөлек мысалға бәрі сол жерде мешітте қызмет жасап жүрген қызметкерлердің бәрінен балалы, шағалы, жанұялы шығар. Басқа да қызмет жасайсыздар ма? Қалай күн көріп отырсыздар деген ғой жалпы. Жалпақ тілмен айтқанда. Мысалы, машинамыз бар, таксовать етеміз. Сосын 1-2 жылқымыз бар үйде. Жылқыларды кезінде бордақылаймыз, болмаса бағамыз сатамыз деген сияқты нәрсемен. Сонымен сол такси, тіршілік. Өзі Алла тағала өлтірмейді өзі. Ауызды берген Алла тағала сені ешқандай бір несібесіз қалдырмайды дейді ғой. Анау әр нәрсенің несібесін Алла тағала беріп қойған екен да. Біздерде бір мынандай нәрсе бар екен. Құранда Алла субхана тағала 90-90-нан аса жерлерде Алла тағала ризық беруші деп айтады екен да. Алла ризық беруші, Алла сендерге ризық берген, ол барлық нәрсенің ризығын Алла беруші деп айтады екен да. Бір жерінде ғана шайтан сендерді ол нәрсемен қорқытпасын. Яғни жаңағы ризықпен қорқытады дейді екен, қарасаңыздар. Шынында біз осы 99 жерде Алла тағаланың уәдесі бар, ризық береді деген уәдесі болатынымызда, бір жерде шайтанның ол ризықпен қорқытады деген нәрсе болатынымызда, осыған сеніп кетеді екенбіз көбінесе. Өзі тірі жанның Алла тағала өзі несібесін өлтірмейді. Айтады ғой, соншалықты анау жаңағы құрттың өзін Алла субхана тағала сондай бір әлсіз болған құрттың өзін алманың ішіне жаратып қояды екен да. Оңға қараса ризығы, солға қараса ризығы болады екен да. Сол сияқты бісміллә иншалла. Альхамдулилля, жұрттан кем емеспіз. Нанға бар ине жағып жеп отырмыз. Аллаға шүкір. Дұрыс аға, енді аға, осы сіз осы подкастқа келеді дегеннен, Кентауды дейтін парақша бар ғой, сол парақшаға ораза жайлы сұрақтарыңыз болса деп сұрақ жауап ретінде опрос тастаған болатынбыз. Оған келіп жеткен бірнеше сұрақтар бар, жалпы оқырмандардың да. Соны қойсам, осы ораза тақырыбында, ораза жайлы мысалы қасиетті Рамазан айында. Сол бір оқырманымыз жазыпты. Өтті алдырып тастағаныма 4 ай болды.
ораза ұстасам бола ма деген сұрақ қойыпты оқырманымыз. Мынандай нәрсе дәке, мынандай бір нәрсе бар. Дінде негізі зорлық жоқ. Ең бірінші адам баласына парыз болған нәрсе оның денсаулығы күту парыз негізінде. Ал ораза ұстау, егер де оның денсаулығына зиян келтіретін болатын болса, онда ораза ұстамаған абзал. Анық жаңа дәрігерлердің, білікті дәрігерлердің шешіммен бұл адамға ораза ұстауға болмайды дейтін болатын болса, ол жерде ешқандай проблема жоқ, оразасын ұстамайды. Егер де кейіннен денсаулығы түзеліп жататын болатын болса, оның қарызын өтеп береді. Мысалы, оразадан кейін қарызын өтеп береді. Ал енді өмір бойы сондай болатын болса, яғни өмір бойы ораза ұстай алмайтын адамдар бар, денсаулығы нашар, өмір бойы ораза ұстай алмайтын адам болатын болса, онда фидия дейді. Яғни өзінің орнына бір адамның қарнын тойдырып, аузын ашып, және аузын жауып береді. Яғни өзіңіздің орныңызда, мысалы, сіз өзіңіз ораза ұстамайтын, денсаулығыңызға байланысты сондай бір ораза ұстай алмайтын адам болатын болсаңыз, өзіңіздің орныңызға бір адамның азанда аузын ашып жауап бересіз, сосын сәресте кешкісін аузын ашып бересіз. Бұл енді бұл сұрақтағы қосымша сұрақтар келген ғой, жаңа өтінде екі тасым бар, сахарым бар деген сияқты жандарға жауап деп ойлаймын енді бұл бір аталда. Сахарда сондай болу керек. Менің түсінгенімде сахарда үнемі су ішіп тұру керек, болмаса жандай бір сондай болу керек. Сахарда үнемі су ішу міндет болады. Сол үшін ол адам денсаулығын бірінші күту керек иншалла. Тағы бір оқырман мынандай бір енді қыз келіншектер жазған ау деймін, ауыз бекітуге тырнақ кедергі ме депті. Тырнақтың өскенін айтып отыр ау деп отырмын да, тырнақ жайлы қойыпты. Мен енді сөйтіп түсініп отырмын өзім. Ауыз бекітуге тырнақтың ешқандай кедергісі жоқ. Енді тырнақта мынандай нәрсе бар. Тырнақ егерде лақталған болатын болса, негіз дәреттің фарыздарында бүкіл дененің барлық жеріне су тию керек деген нәрсе бар да. Жаңағы мысалы дәрет алатын адам, сол дәрет жуатын мысалы қолмен бетті, тобыққа дейін, аяқты және шынтаққа дейін дәреттің фарыздары болатын болса, осы жерлерге толық су тию керек. Осы жағдайда жаңа лактың зияны болуы мүмкін. Өйткені жаңа лактың астына су тимей қалып, оның дәреті болмай қалуы мүмкін. Ал былайынан асылында жаңағы тырнақтың өсуі бұл жаңағы неге ешқандай бір оразаға қатысы жоқ. Тырнақтың өсуі, түрдің макияжы деген сияқты нәрсе бұл тырнаққа өсуі, бұл дәретте проблема болуы мүмкін. Ал енді ораза ұстау үшін де бұл дәрет парыз емес негізінде. Ораза ұстайтын адам міндетті түрде дәрет алу керек деген нәрсе парыз емес, бірақ дәрет алып барып, жаңа аузыңызды бекітіп, сол дәретпен дәретті күйде дұға қылсаңыз, бұл енді дұға қылудың әдептерінен болып есептеледі. Енді осы орайда тағы да мынадай сұрақ туындайды да. Қазір енді таңғы сағат 5-те тұрып ауыз бекітеді да. Сосын 9 жұмыс уақытқа шейін ұйықтап алайын дейді. Ұйықтан тұрғаннан кейін мынау зубный пастамен ауыз жуу деген сияқты мәселе, ауыздың иісі бар деген сияқты бар. Мемлекеттік қызметте жұмыс істейтін жандар бар. Сол жайлы айтып берсеңіз, ол дұрыс па, дұрыс емес па? Мысалы, зубный пастамен ауызды жуу бұл өте қауіпті негізінде. Егерде ол жерде сол ары қарай ішке қарай кіріп кететін болатын болса, жаңа судың тамшысы ары қарай ішке қарай кіретін болса, онда ораза бұзылады. Ораза бұзылады. Сол үшін ол енді мынандай нәрсе бар. Қазір біздің аталарымыз негізі әдемі айтқанда, негізінде ше, әдемі үйреткен, болмайды деген ғой. Айтқанда. Өйткені сіз ол нәрсемен жуалуыңыз мүмкін, мен ол нәрсемен жуалмауым мүмкін. Тура солай істей алмауым мүмкін. Мен су жұтып қоюым мүмкін деген сияқты нәрсе ше. Сол үшін күмәнді болған нәрселерден сәл ұзақтау болған абзал негізінде қарасаңыз. Ал енді андай не болады ғой, керегет деген нәрсе болатын болса, бұл жуылмаса болмайды дейтін нәрсе болатын болса, иншалла проблемасы жоқ. Бірақ жаңағы барша қауіпсіздік шарасын сақтау керек. Шегара су жұтып қоймаудың шарасын сақтау керек. Өте орынды дұрыс жауап болды деп ойлаймын енді көрген көрермен. Сосын мынандай бір тағы сұрақ келіп, енді оқуға да ыңғайсызданып отыр, мен берген екен оқуға тура келіп тұр енді оқырмандарымыздың. Бір оқырманымыз бүйтіп жазыпты: некеде жоқпыз, қосылсақ бола ма? Ауыз ашқан соң екеумізде
оразамыз ғұсыл алып қосыла берсек бола ма деп енді ыңғайсыздау сұрақ енді білмеймін енді иә бұл қандай бір мақсатпен қойған мүмкін әзілдеп мүмкін басқа бірақ енді сұрақ келген екен жауап берейін иншалла. Негізінде некедегі адам некесіз біреуге қосылу бұл зина болып есептелінеді. Негізінде бұл харам. Некесіз бұл өз негізі үлкен нәрсе негізінде ше. Тіпті ғалымдарымыз айтады зина бұл қарыз деп келеді. Сен бұны істемесең ертең сенің басыңа басқа біреу істеуі мүмкін. Мысалы сен зина істеп жүре беруің мүмкін, бірақ ертең сенің әйелің басқа біреумен зина жасауы мүмкін. Болмаса сенің анаң, сенің қарындасың дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға бір кісі келіп айтып отыр: "Я Расулалла, мен сондай әйелдермен болған жақсы көремін, сондай. Мен жүрегім сондай бір махаббат, сондай бір маған сол қызық бір деген сияқты нәрсені айтады." Сосын жанында сахабалар: "Астағфирулла, не айтып жатсың?" деген нәрсе айтады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өте көркем мінезде әлгі жігіттің жүрегін ұстады да былайынан сұрақ қойды да: "Сен анаңның басқа біреумен зина жасағанын қалайсың ба?" Сұрақ өте ауыр негізінде, қарасаңызшы. Әлгісі жоқ деді, қарасаңызшы. "Қарындасыңның басқа біреумен зина жасағанын қалайсың ба?" Жоқ деді. "Әпкеңнің басқа біреумен?" Жоқ деп отыр. "Әйеліңнің, қызыңның?" Осы сұрақтар кетіп отыр. Ана кісі: "Жоқ я Расулалла, жоқ" деп отыр. Сонда айтып отыр: "Сен зина жасап жатқан адамның аға қарындасы да сондай" дейді. Яғни сен де біреудің ағасымен, сен де біреудің әпшесімен, біреудің анасымен, біреудің қарындасымен зина жасап жатсың дейді. Қарасаңыз мысалы. Зина жасайтын адам ойлану керек. Қазір біз қыздарымыз бір ойыншық болып қалған сияқты. Әйтпесе қыздарымыз біздің абыройымыз ғой негізінде, қарасаңызшы. Абыройымыз кезінде сол бір қыздың зары үшін, мысалы қалай айтсақ болады, ел қырылып кеткен бір қыздың ар намысы үшін, былай қарасаңыздар. Тіпті ана бір мұсылман патшасының қай патша екенін заманын ұмытып қалдым. Бір несі бар, бір басқа дін өкілдері жаңағы қызды алып қашып кетеді екен да. Сонда әлгі қыз осы Осман халифасының бір халифасында, ұмытып қалдым. Сонда қашып баратқан кезінде: "Ей пәленше патша, сен барда біз осындай залымдыққа ұшыраймыз ба?" деп айқайлаған екен дейді. "Құтқара алмайсың ба бізді?" деп айқайлап баратқан естіген дейді. Сонда әлгі патшаға келіп осылай деп жатқан кезде сонда бір қолындағы шиіндеп жатқан суын тоқтатты дейді да. Қолында шиіндеп жатқан суын тоқтатты дейді да. Сөйтіп қой дейді да. "Әлгі қыздың тағдыры шешілмейінше бұл су ішілмейді" деп айтты дейді. Сонда сол елдің патшасына хат жіберіп жатыр: "Біздің бір ару қызымызды, біздің бір патшайымызды, біздің бір ханшайымызды сенің бір болмайтын бір балаңа алыпты. Сен соны ерте бастан қайтармайтын болатын болсаң, мен саған сондай бір әскер жіберем. Ол әскердің басы сенің қалаңа барғанда аяғы менің қаламнан енді шығып жатады" деген екен. Яғни бір қыздың абыройы үшін біздің бабаларымыз қан төккен, жанын берген. Ал қазір өкінішке орай әшейін болмайтын сақыздың рекламасына аруларымызды түсіріп кеттік қой, былай қарасаңыз. Әшейін машинаның рекламасына түсіріп кеттік. Яғни бір рекламный товар ұқсатып қыздарымыз сондай нәрседе қолданып жатырмыз. Өкінішке орай қарасаңыз. Яғни қыздарымыздың құнын төмендетіп жатқан сияқтымыз. Жақсы айтасыз, рахмет. Енді мынау тағы да ауызша ораза мәселесіне оралсақ, жаңа судный паста жайлы қойдым ғой. Енді мынандай бір сұрақ болып тұр да: ораза уақытысында баняға түсуге бола ма? Сол жайды кішкене. Бұл да жаңағындай немен тура сол жаңағы осы сұрақ сияқты негізінде ше. Мүмкіншілігі болатын болса түспей ақ қойған абзал. Енді мынандай төбеден түскен суға түсуге болады деп келеді. Төбеден келетін. Ал қалған суларға бұл қауіпті. Мысалы оразада білесіздер, оразаның бір шарты ішке ешқандай нәрсе кірмеу. Тамақ болсын, су болсын кірмеу. Құлақтан кіріп кететін болса оразаңыз бұзылады. Ауыздан кіріп кететін болса оразаңыз бұзылады. Мұрыннан су кіріп кететін болса оразаңыз бұзылады. Сол үшін бұл нәрсе қауіпті. Мүмкіндігі болатын болса бұл нәрсені қолданбаған дұрыс. Енді жалпақ тілмен айтқанда душқа түскен, төбеден түскен су. Қатты бір зәру жағдай болса, душқа түскенде ешқандай проблема жоқ. Түсінікті, рахмет. Енді Мақсұт ғана ораза жайлы келсек, ауызашарлар көпшілігі, көп жамағаттар жаңа мешітке ауызашар берейік дейді. Біреудің шамасы, біреудің шамасы жоқ. Сол қазіргі таңда сіздердің жаңағы Арақ мешітіне
ауызашар беру арнайы осындай нақты бір баға бар ма или болмаса қойылғанда біз қазір осы нарықта мынандай бағамен мысалы ауызашар жасап жатырмыз, келетін адамына байланысты. Мысалы той жасасаң да мысалы 200 адамға той жасаймын деп өзіңіз ақшасын ыңғайлайсыз ғой, кафенің ақшасын белгілеп деген сияқты. Сондай бір нақты белгіленген бір қаражат бар ма, болмаса сол ауызашармен өздері келіп жая ма, или болмаса сіздерде бір арнайы мамандар бар ма осымен айналысып жатқан? Мысалы келсе біз өзіміздің жамағаттағы бір адамдарымыз бар, солар келіп өздерінің бәрін реттейді деген сияқты, асын деген сияқты, қойылатын тамағын деген сияқты. Негізі мешітте ауызашар беріледі. Жиналып келіп ауызашар берсе ешқандай бір проблема жоқ, беріледі. Биылғы енді ораза басталды, бірақ әлі биылғы бағаны шығармадық. Өйткені ертең алдымызда осы ертең ар күндері ораза бар. Солардың жаңағы несіне қарап шығарсақ па деп. Өйткені жылда білесіз ғой. Иә, нарық көтеріліп жатыр. Сосын мынандай бір нәрсе жоқ. Қатып қалған тек қана ол ауызашарды мешіттің қызметкері ғана атқару керек деген нәрсе жоқ бізде. Мысалы сіз өзіңіз бергіңіз келетін болса ауызашар, келіңіз, бізде ыдыс аяғымыз бар, қазанымыз бар, тіпті отынымызға дейін бар. Келіңіз, бере беріңіз. Ешқандай проблема жоқ. Сізге тек қана біз ғана беру керекпіз деген нәрсе жоқ. Өзіңіз дастарханыңызды турласаңыз, өзіңіз жаңағы мешіт тамағын өзіңіз істесеңіз, повар шақырсаңыз, ешқандай жоқ. Жоқ, біз тек қана бір ақшасын берейік, қалғанын өздерің ұйымдастырыңдар дейтін болдымыз, иә, шәкірттерден бар, ондай балалар бар. Ол бір мешітте тіркелген бір балалар емес, жаңағы арнайы сол жамағаттың ішінен тағайындалған. Алла разылығы үшін, осы сауаптан көмектесіп, жаңағы мынандай не керек деген сияқты нәрсенің бәрінің істейтін балалар бар иншалла. Енді қазір нақты құдай қаласа осы 2-3 күнде ауызашарлар өтеді, белгілі болады, неше қаражат кететіндігі. Біліп отырсыз ғой қазір, мысалы биыл 1 теңге болған зат келесі жыл 10 теңге, 20 теңге болады. Қазір мысалы ойбай осындай деп алып отырсаң, енді қанша адам кетеді дейтін болсын, біздің мешітке кемінде 150-200 адам келеді ауызашарға. Дұрыс. Енді құрметті көрермендер, енді көріп біліп отырсыздар, егер нақты осы мынандай қаражатыңыз бар дейтін болсаңыздар, 2-3 күнде жаңа ұстазымыз айтып отыр, мына ауызашар болады, сол кезде белгіленеді. Әр мешітіне барып, сол мешіттегі имамынан болмаса, наиб имам бар, сол жерде қызмет жасап жүрген азаматтар бар, солардан сұрасаңыздар болады. Егер ниеттеніп отсаңыздар, Алла ниеттеріңіз қабыл етсін де. Реклама болып кетті дейсің ғой. Жоқ, дұрыс қой ол. Жоқ, реклама демейік, енді ол ауызашар, жалпы ораза айы үлкен мүмкіндіктер айы ғой. Бізде мүмкіншілігінше ораза айында бір жақсылық жасап қалу. Кеше оқып жатырмыз, мынандай бір нәрсе бар да. Ораза айында кім бір зікір айтса дейді, бір рет зікір айтатын болса, басқа айда айтқан 1000 рет айтқан зікірден артық болады дейді. Ораза айында кім бір 2 рәкат намаз оқса, басқа айда оқыған 1000 рәкат намаздан артық дейді. Ораза айында кім бір сондай бір жақсылықтар арта береді бұл ораза айы. Керемет. Сол ораза айында мүмкіншілігіміз болса, біреуге жәрдем беріп қалсақ, біреуге жақсылық істеп қалсақ, жүдеумін сөз жәрдем болса да бір нәрсе айтып қалатын болсақ, үлкен нәрсе асылында қарасаңыз. Бізге жетіспейтін де сол нәрсе сияқты. Негізі үлкен мүмкіндік айы деп ойлаймыз. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, әрбір істеген жақсылық 100 есе демек 1000 есе артатын сондай керемет ғажап Аллах тағала бізге берген нығмет деп білеміз енді. Қараңызшы, енді мынандай нәрсені айтады. Сондай бір періштелер бар, жердегі тасты санай алады дейді. Жерде қанша қоқым, қанша қиыршық тас бар, соны санайтын періштелер бар дейді. Бірақ Алла тағаланың қалауымен ораза ұстаған пенденің оразасының сауабынан шатасады екен да. Енді жерде тас санай алатын періште оразаның сауабынан шатасады да. Сонда Раббыз айтады, я Раббана Карим, пәлен деген құлың ораза ұстады, амал дәптеріне сауабын жаза алмайтын. Не дейін дегенде Алла тағала оның амал дәптеріне ораза ұстады деп жаз, оразаның сауабын өзім берем деген екен да. Яғни бүкіл әлемнің патшасы Алла субхана тағала оразаның сауабын өзім берем деп тұр ғой. Дәке мынандай ғой, мысалы Кентаудың әкімі шақырса да, сіз ше, дәке келіңіз, бір сыйлығымыз бар еді десе, бір әжептәуір бір сыйлық күтесіз ғой енді. Жұмыс орныңыздан басты директордан қарағанда Кентаудың әкімінен бір әжептәуір күтесіз. Енді облыстың әкімі сөйтіп шақырса ше, енді одан да бір жоғары сыйлық күтесіз енді. Енді Қазақстан Республикасының президенті шақырса,
одан да жоғары нәрсе күтесіз ғой. Ал енді бүкіл әлемнің патшасы Алла субхана тағала бұл оразаның сауабын өзім беремін деп тұр да, қарасаңыз. Сол үшін тағы да бір пайғамбарымыздың хадисінде келеді, бүкіл амалдарда рия бар дейді. Бүкіл амалда рия деген яғни көзбояушылық, бір мақтаншақтық. Намаз оқуы мүмкін бір адам мешітке келіп, бір әдемі керемет түрде намаз оқуы мүмкін. Бір адам тұрып садақа беруі мүмкін, жария қылып, жаңағы инстаграмға бір нәрсе, міне мынандай садақа беріп алдық, бүйтіп алдық, сөйтіп алдық деуі мүмкін. Ал оразада ешқандай бір мақтаншақтық жоқ дейді. Екеуміз отырған болуымыз мүмкін, бірақ сіздің оразаңыз ба, ораза емес пе, мен білмеймін. Менің ораза екенім ба, ораза екенім сіз де білмейсіз ба. Енді Рамазан айы болғаннан кейін енді әрбір мұсылман болғаннан кейін ораза деп үміттенеміз ғой. Рамазаннан басқа айда мысалы қарасаңыз, адамда сондай бір мақтаншақтық жоқ қой. Сол үшін Алла тағала айтады, басқа амалдар адамның өзі үшін істелінеді, Рамазан ораза тек мен үшін ұсталынады деген екен. Алла тағала қабыл етсін. Иншалла, Алла қабыл етсін. Енді бір сұрақты ұмытып бара жатырмын, қойып жіберейін, жаңа тағы тосылғандай көрермендерден келген сұрақ еді. Мынау қазіргі таңда жұма намазға барады, көбінесе мынау адамдар қайыр сұрайтын адамдар көбейіп кетті, садақа сұрайтын адамдар көбейіп кетті өте дейді да. Оны енді соны сіздер нақты зерттеп білесіздер ме, ол қандай жандар шынымен мұқтаж жан ба или мұқтаж жан емес па? Кей кезде ана жұманың ішінен мешіттен шығып бара жатқан кезде алдынан шығады деген сұрақтар қойылып жатыр да. Енді ол мұқтаж болғаннан кейін жүрген шығар деймін да, енді ешкім еріп жүрмейді оны. Сол адамдар жайлы сіздерде мағлұматтар бола ма, қандай да бір? Енді оның кейбірі бізде мынандай ғой, мешітте мынандай нәрсе болады, біздерге адамдар келеді, жаңа күйеу қайтыс болған, жесір деген сияқты, жаңағыдай аз қамтылған деген сияқты отбасылар келеді, біз соны тіркеп қоямыз мешітке. Қолымыздан келгенше кейде көмектесеміз. Алдымен бүлдіге ораймыз демейміз. Сол сияқты сол мешітте тұрған кейбір мешіттің есіктің алдында тұрған адамдардың кейбіреуі бар сол тізімде. Яғни кейбіреуі шын мұқтаж, кейбіреуі көпшілігі дейміз ба, кейбіреуі дейміз ба, кәсіп қуған. Яғни кәсіп бұл. Басқа нәрсе істеуге шамасы жетеді, бірақ оңай жерден ақша тапқан жақсы көреді деген сияқты нәрсе маған мүмкін қалайды. Яғни пайғамбарымыздың бір хадисі бар негізінде. Біреуден осылай сұрайтын болатын болса, әрқашан тіленші болып жүретін адамның жаңағы Алла тағала малынан берекесін алып қояды дейді. Негізі асыл бір қатты нәрсе емес негізінде. Тіленші болу да бір қатты нәрсе емес. Өзіңнің адал еңбегіңмен тауып, өзіңнің адал еңбегіңмен соны істейтін болатын болсаң, бәлки одан да Алла тағала одан да бір іс берер. Барлығына бірдей айтып отқан жоқпын. Қолынан еңбек келмейтін адамдар да болуы мүмкін, денсаулығына байланысты бір адамдар болуы мүмкін. Олар сұраса бір жарасатын шығар. Қолынан еңбек келетін, денсаулығы жаңағыдай бар кейбір адамдар да тұрады. Енді ол жерге толық біздің енді оларға шығыңдар бұл жерден, болмаса кіріңдер деп те айта алмаймыз. Ол жерге ештеңе демейміз біз. Қатысымыз жоқ ол жерге, ешқандай бір қатысымыз жоқ ол жерге тұрғанымыз. Енді жаңа өздеріңізге мешітке жаңа мұқтаж жандар келетін да, өз көмек сұрап, ондай жағдайлар болатын шығар, иә? Мысалға жаңа мен осындай жағдайым болып тұр еді, бір таныстарыңыз бар ма, көмек бере аласыздар ма деген сияқты. Иә, ол міндетті түрде болады. Әке бар емес па, кейбір адамдардың халіне қарап кейде мыңда бір шүкір дейсің. Біз білмейтін адам қаншама кішкентай нәрсеге мұқтаж болып жатқан қаншама адамдар бар. Тіпті біз көбінесе мынандай нәрсе айтамыз, киілген киім болатын болса, жақсы таза киім болатын болса, таза болған болатын болса, мешітке алдырамыз кейде адамдардан. Соның өзін киетін адамдар бар. Соның өзін үлкен қылып киіп рахмет айтатын адамдар бар. Яғни барлығының жағдай бір емес, ол мұқтаж біреуден сұрау да бір оңай нәрсе емес аслында. Шын мұқтаж болғаннан кейін сұрайды көпшілік аслында. Ондай адамдар бар. Қолымыздан келгенше көмектесеміз. Кейде қолымыздан келмей жатады. Сөз естіп қалып жатамыз кейде. Енді тағы осы сұрақтан сұрақ туындайды да, жаңа айтып қалдыңыз ғой, енді беріп жатамыз деп. Мысалы енді менің де таныстарым бар, жан жақты балдар. Біреулер айтады, мен мысалы балам таза киімі еді,
біреулер әлеуметтік желіге салып жатады, кімге қажет келіп алып кетсең, соны сіздерге мысалы мешітке апарып өткізсе сіздер қабыл аласыздар ма? Мысалға біреу, мен мысалы балам, кішкентай балам киіп кетті, киілген киім да енді былай қарашы, шетелден келген киінген киімдер секонд хенд дейді ма, сондай сияқты дейді да мысалға. Мысалы мына шапанымды мен киіп болдым осы жылы, енді қазір болып мен басқа шапан алғым келді, мына шапан маған қазір қатты мұқтаж емеспін бұл шапанға, бірақ әйтеуір керек кием дейтін жан болса, мен мысалы сіздің мешітіңізге апарып бере аламын ба осы шапанды деген сияқты. Мындай нәрсе бар дәке, садақа берудің әдебі бар да. Садақа біздерде алып келеді, сөйтіп кейде рұқсат бергенбіз алдында, қазір рұқсат бермей қойды. Бірен саран болып жатады, бірақ көп. Өйткені адамдар үйдегі мусордың бәрін алып келеді ғой. Оның ішінде жаңағындай ішкі киімде болып жатады, андай да болып жатады. Не садақа берудің де әдебі бар да. Айша анамыздан келіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның әйелі Айша анамыздан келіп сахабалар сұрап отыр, я Расулалла, біз садақа береміз, енді қалай берсек болады садақаны? Садақа беріп жатырмыз негізінде, енді қандай жолмен берсек, қалай берсек әдемі деген кезде садақаның үстіне мезгіл жағып беріңдер дейді. Яғни иіс су жағып беріңдер дейді. Беріп жатқан ақшаның үстіне иіс су жағып беріңдер. Яғни ол адамға приятно болсын деді. Сондай, яғни сол сияқты берілетін адамға да сондай бір нәрсе болу керек. Дәке, егер де үстіңізде киімің шынында тозып жататын болса, жуып, әдемілеп, түктеп, жаңағыдай адамдарға берсеңіз, керемет, нұр үстіне нұр болады негізінде, қарасаңызшы. Ал енді қалай болса солай, оның үстіне жаңа құртамай жатқан киімдердің бәрін тығып жіберіп, ол дұрыс емес. Олыңыз дұрыс, орында. Жоқ, мен айтып жатқаным, мысалға бала 4 жаста келгеннен кейін, 5 жаста келгеннен кейін ол киім таза әдемі да, бірақ уж 5 жастағы ана балаға сыймайды ғой жаңағы 4 жастағы киім. Сондай киімдерді алып барса деген ғой, сондай мақсатта жаңағы орында енді айтып жатқаныңыз, енді шынында біреу үйінде әбден тозығы жеткен киімдерді таза киімдер негізі қабылдайсыздар ғой, былай. Мусорға кеткен, қалай айтсақ болады, қабылдаймыз. Жарамсыз киімдерді, киюге жарамды киімдерді қабылдаймыз десеңізші, кішкене беруге ұялмайтындай деген сияқты. Енді таяқтың екі ұшы болады ғой, бір ұшын айтып жатырмыз, жаңа мұқтаж жандар келіп әйтеуір қолдан келгенше көмек бересіздер. Ал енді осы қаламызда, жалпы елімізде өте бай қуатты ағаларымыз, үлкен кісілер бар ғой, енді сондай жандар келе ма мешітке? Менің осындай бір мешітке атаған қаражатым бар еді, мұқтаж жандарың бар ма деген сияқты, мен берейін деп едім деп келген. Атын атамасаңыздар да бола ма? Болады ғой, продуктыны беріп жатады. Мысалы, бір адамдар келіп жатады, бізге список беріңдерші. Андай нәрсе ғой, күмән тумасын дейміз да, көпшілік жерде алып жатқан ақшаға да күмән тумасын дейміз да, көбінесе біз айтамыз, список берейік. Сіз келсеңіз, мысалы, Мақсұтхан 10 адамға осындай бір продукт таратамын десеңіз, біз сізге список береміз. Сол списке өзіңіз апарып берсеңіз де болады. Сондай бір жағдайлар болып жатады, ондайлар, Енді мынау көріп отқан көрермендер, қасиетті Рамазан айында қандай да бір жақсылық жасаймын десеңіздер, басқа да мешіт болсын, имамдарға келіп өткізсеңіздер болады, мұқтаж жандарға садақа берсеңіздер болады. Бір адамның қарнын тойдыру, бір адамның кішкентай бір нәрсесіне қуанышына бір себепші болу үлкен нәрсе ғой, иншалла. Енді Мақсұтхан аға, сізге көп рахмет. Алла разы болсын, мынау келіп бізбен сұхбат беріп жатқаныңызға. Бұл енді бізде мынандай қағида жоқ, бір адаммен бір ғана сұхбат жүргіземіз деген. Алла тағы да бір уақыт бөліп, бір осындай бір керемет айларда мүмкіндік болып жатса, тағы да бір сұраныстар болып, көптеген сұрақтар туындап жатса, тағы да бір сізбен келіп сұхбаттассақ, қарсы болмассыз деп ойлаймын. Сұхбаттасқан керемет қой. Бұл жалпы подкасттың мақсаты, жаңа мысалға көптеген көрерменнің сұрағына жауап бердік деп ойлаймын. Енді өзіңіз де жаңа ораза жайлы жауап беріп жатсыз. Әйтеуір көрген бір көрерменге бір тырнақтың ұшындай болсын пайдасы тисін деген мақсатта жасалып жатқан бұл біздің подкастымызға. Сізге көп рахмет. Алла разы болсын. Құдай қаласа қасиетті Рамазан айында дұға тілектеріңіз қабыл болсын, шәкірттеріңіз көбейе берсін. Сіздерге де Алла разы болсын, дәке. Алла сәкеңе және осы түсіріп жатқан барша жігіттерге Алла үлкен разы болсын, иншалла. Үйлеріне, отбасына, істеріне, кәсіптеріне береке берсін. Рахмет. Жақсы, пайдалы нәрсе болса, неге келмеске? Иншалла, сұхбаттасып, пайдалы бір нәрсе айтып қалсақ, қолымыздан келгенше. Абдулла бин Омар деген, үнемі осы кез келген жерде осы хадисті айтам, осы сөзді айтып жүрем. Өзінде бір жалау болса деймін әрбір мұсылманға. Абдулла бин Омар деген кісі
бір күні есігін тоқылдатады қайыршылар, Абдулла бин Омардың. Бұл кісі енді ислам тарихында сондай бір үлкен садақа берумен, үлкен жақсылық жасаумен аты қалған кісі да. 1000-нан астам құл азат еткен дейді. Құлды азат еткен. Сонда біреу есігін тоқылдатып келген кезде жаңа баласына айтып отыр, ашша қайыршы баласына айтып отыр, бір дирхам бер деп отыр. Бір дирхам беріп жатыр. Сосын баласы есік жауып кіріп келе жатқанда айтып отыр, әкешім берген садақаңыз қабыл болсын деп отыр. Сонда Абдулла бин Омар деген кісі жылайды да. Айтып отыр, балам, осы уақытқа дейін берген садақамның біреуі, болмаса оқыған намазымның біреуі, оразамның біреуі, істеген жақсылығымның біреуі қабыл болды деген бір аян келсе, Алладан бір белгі келетін болса, онда маған дүниедегі ең жақсы нәрсе бұл өлім дейді екен да, қарасаңыздар. Яғни қабыл болмай қала ма деп істеп жүрміз ғой дейді. Сол сияқты әрбір бір жақсылыққа себепші болып жатқан әрбір амалымыз иншалла жақсылыққа себепші болып жатса, ол нұр үстіне нұр иншалла. Алла сіздерге де разы болсын, және мына жігіттерге де Алла разы болсын, және халықты баршаларыңызды қасиетті Рамазан айының басталуымен құттықтаймыз иншалла. Бұлай да құр қалдырмаңыздар, бұлай да көп ораза ұстауға, көп жақсылық жасауға, ұрысып жүрген туысқаныңыз болатын болса, сонымен достасуға енді көп мүмкіншілік. Біз айтқанда айтамыз ғой, скидка ай дейміз ғой. Сол сияқты бұл да Алла тағаланың бізге берген скидка айы ғой. Яғни бір жақсылық жасап қалуға мүмкіншілік ай. Сол үшін иншалла бір пенденің, кішкентай бір пенденің бір жақсылығына, қуанышына себепші болсақ, бір пенденің аузын ашып берсек, ана көріп жатам, кейде бір суды шоферларға беріп жатады, қуанып жатасың мысалы. Соның өзі де бір кішкентай жақсылық. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам құрманың қабығымен берсеңдер де садақа беріңдер деген екен. Яғни садақа бәле жаладан қайтарады деген екен. Алла дұға тілектеріміз қабыл етсін. Алла разы болсын иншалла.